Қазіргі таңда түрлі адасқан топтар бар. Олар Әһли сунна вал жамааны қазіргі таңда екі нәрседе айыптайды. Осы екі нәрсені жақсылап үйреніп алсаңыз болды. Біріншісі, сіздің сеніміңіз дұрыс емес дейді. Сенімің дұрыс емес. Адасқан сенімдесің деді. Екінші мәселе, амалың барлығы бидғат деді. Сонда не қалды? Жалпы дін екі нәрседен тұрмайды ма? Сенімнен және амалдан. Енді сен сенімің дұрыс болмаса, оған қоса енді амалың барлығы бидғат болатын болса, болды ғой, сен құрдың ғой. Бірақ шынында да сондай ма? Солар айтып жатқандай ма мәселе? Соны білу үшін, бірінші өзіңіздің жүрегіңізді орнықтыру үшін Ибраһим алейхиссалам да айтты ғой. Әрине кайфа тухил маута. Қалай өлгенді тірілтетінді көрсет деді. Әуәләм туъмин, сенбейсің бе деген кезде, қала бәлә вәләкин лияқмаинна қалби. Жүрегімді тағы да одан да күштірек, одан да қаттырақ орнықтыру үшін деді. Сіз өзіңіздің сеніміңізді орнықтыру үшін дәлелдерге мұқтажсыз. Үйренуіңіз керек, жаттауыңыз керек, сызуыңыз керек. Сіз оны сызып отырып, жыламауыңыз мүмкін, әсерленбеуіңіз мүмкін. Бірақ ол сіздің ақылыңыздың азығы. Ақылдың азығын бересіз, сеніміңізді дұрыстайсыз, одан кейін барып рухтың азығы келеді. Рухтың азығын беріп қойып жүре берсеңіз, хауариждерде де рухтың азығы болды. Олар намазды қандай керемет оқитын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға тахқируна салатакум иля салатихим. Намаздарың дым көрмей қаласыңдар деді ғой. Сахабаларға айтып жатыр. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху секілді сахабаларға айтып жатыр. Ешқандай түнгі намаз жібермеген. Соларға айтып жатыр, сендер намаздарың дым көрмей қаласыңдар, оразаларың дым көрмей қаласыңдар деп жатыр. Сахабалардың ішінде қанша апталап ораза тұтатындар болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жеңілдігін кейін алғанымда еді деп, қартайған кезде, қиналған кезде сол сөзді айтқан еді. Сондай сахабаларға Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сендер өздерің құлшылықтарыңды олардыкімен салыстырғанда дым көрмей қаласыңдар деді. Құранды қандай оқитын, бірақ ақидасы дұрыс болмады. Сол үшін де біз бірінші ақидамызды дұрыстауымыз керек.